кеше кухнядан артық заттарды арылттық. Енді мен шкафтардың іші толық көрсетілмей қалды. Қысқаша шолу ғана жасалды. Сондықтан мен шкафтардың ішін көрсетуді жөн көрдім. Бүгін мына шкафтың бірінші шкафта төменгі пештің қасындағы, мынау жерде пеш орналасқан бізде. Сол пештің қасындағы мына шкафта тағамдар сақталады. Мына бірінші жоғарғы полкасында бірінші тұрған тары және сонымен бірге нут дейді ғой, ноқат. Бұларды біз тағамға анда-санда қолданып тұрамыз. Ал енді анау түпкі екі ақ бутылкадағы торт, пирог, рулет жасағанда бетіне жаңағы құятын не дейді, қою жаңағы қоймалжың шырындар. Біреуі ол магазиндікі, қазір көрсетіп жіберейін. Біреуі так турецкий карамел. Жаңағы бетіне бетіп әртүрлі өрнектер салып жүргізуге дайын осындай карамель. Нөмір үшінші карамель, бұл жаңағы апельсиновый. Және сонымен екіншісі лимон. Иә, қолданып жүрмін. Банановый екен мынау. Мынау банановый, нөмірі 10. Келін қонақ шақырғанда жаңағы рулет барлығын қолдан пісіреміз, сондықтан бізде тұрады, көпке жарайды, бұзылмайды. Сондықтан осы шкафта тұрады. Одан кейін жаңағы мына шынада кішкене вермишель тұр. Қызыл чечевица, мынау қоңыр чечевица. Чечевицаның екі түрі. Бұлардан суп жасаймыз. Көбінесе каша жасамаймыз, супқа саламыз. Енді мына төменгі несінде гречка. Бұл да біздің жиі қолданып пісіретін тағамымыз. Ал енді мен кеше айттым ғой, жалпылама айтып өттім. Біз жаңағы тағамдарды баланың тағамынан босаған мынадай ыдыстарда сақтаймыз қазір. Бірінші ыдыста мынадай жүгері ұнтағы тұр. Жүгері ұнтағынан балаға да, үлкендерге де каша жасаса өте сондай дәмді болады таңертеңгілік уақытта. Сондықтан біз бұл жүгері кашасын жиі пайдаланамыз. Әнекей ыдысты бұны түбіне қоямыз. Бұл бірінші тағам. Аузы жаңағы бұның қатты жабылады, шаң тозаң ештеңе түспейді. Енді келесі тағам бұл мынау не күріш. Күрішті де бетін жауып қоямыз. Бұл екінші кетеді міне. Осындай қатар-қатар қойып қоямыз. Келесі тағы да күріш. Мынау күріштің бұл басқаша ыдыс. Мынадай ойбай шашылады, кішкене жарайды, ештеңе етпейді. Мынадай ыдыста бұның бірінші қалбырын жабамыз. Одан кейін барып жаңағы қақпағын жарайық. Бұл да мықты қатты жабылады, сондықтан өте ыңғайлы тағамды сақтауға. Мінекей бұл каприта деген ыдыс. Ішіне 1,5 килограммнан кейде 2 килограммға дейін жаңағыдай толады. Келесі тарыны да балаға каша жасаймыз кейде. Өзімізге үлкендерге де жасаймыз. Сондықтан тары біздің қажетті тағамдардың бірі. Бұны да мына екінші мына жерге қояйық. Одан кейін күріш көбірек болғасын 2 ыдысқа салғанбыз. 3 ыдыс даже. Сондықтан жаңағы бетін жауып қояйық. Анау жасыл ыдыста гречка деп айттым. Гречка үлкен болғасын, оны кеңірек контейнерге салдық. Одан кейін мынау перловка ашылмаған. Бұл осы жерде тұра береді. Одан кейін қасына баланың тоже кукурузная кашасы. Оны былай қоямыз. Одан кейін мынадай кішкене фасоль бар. Ақ фасоль. Сосын кішкене бала болғаннан кейін манкасыз тағы да отырмаймыз. Міне осындай ыдыстың кішірегінде баланың манкасы тұр. Бұл мына жерде жоғары жағында тұрады. Және сонымен бірге мынау біздің неміз бұршақсыз, горох дейміз, сары бұршақсыз. Жаңағы онсыз да болмайды. Үйде гороховый суп анда-санда ішіп тұру керек. Сонда біздің продукты сақтайтын жаңағы неміз шкафымыз осылай болды. Бұлардың бәрі алуға ыңғайлы болу керек. Және сонымен таза тұру керек. Шаң болмау керек. Сондықтан әрі ауыр болғаннан кейін астыңғы шкафқа осылай орналасқан. Біз қазақтарымыз көбіне тамақты күнде жүгіріп бара беруге
жаңағыдай үйде нелеріміз жоқ, жүгіре беретін артық адам жоқ, жұмсай қоятын баламыз әлі кішкентай, сондықтан біз тамақты енді аз ба көп па білмеймін, осылай алып қоямыз. Бізде жеңіл заттар тұрады, демек мынау қолданатын салфеткалар, одан кейін пищевая пленка, сосын ана рулонымен тұрған маечкалар, тағы да одан үлкенірек маечка. Мынау бір жағындағы тұрған қызыл, ол жаңағы кішкене бөпеміздің папасы бар ғой, сол кісінің ішетін витамині, оның аты raspberry кокес дейді, яғни жаңағы бұлшықеттерді нығайтатын витамин екен. Оны біз жоғарыға қоямыз, өзі алып керек уақытында қолданады. Енді оның астындағы нені сіздер білесіздер, кеше де көрсеткен мен бұны шайды ашып. Бұл жерде жаңағы шайдың түрлері тұрады, біз қолданатын артықтарын, сроғы кеткендерді, ортайғандарды барлығын біз кеше жаңағы жинастырып, артын лақтырып, солай қойдық. Мынау күнделікті ішетін шай, күнделікті ішетін шай, қол ашып қалғанда шкафта прям қолға алуға дайын тұрады. Кофені күнде ішпейміз, дегенмен де жаңағы анда-санда бұл кофені де ішеміз. Бұл Якобс деген жақсы кофенің сорты. Мына өзім мен шайды өте сондай шөптерден жасалған шайды жақсы көремін. Әртүрлі шайлар өзім жасаймын, сатып аламын. Ташкент шайы, ортайды, шиповник шайы, және сонымен бірге цикорий, олар ортайып тұр. Және сонымен тағы да бір натуральный цейлон шайы, оны біз күнделікті шайға араластырып ішеміз. Бұл біздің сонымен екінші шкафымыз болды. Жоғарғысы жаңағы астында продукты қойылғанның үстінде осы шайлар және жаңағыдай мынадай қажетті заттар тұрады екен. Енді біз жапон халқы сияқты минимализмді мен негізі жақсы көремін, дегенмен де біз жаңағыдай семья болғасын, отбасы болғасын, денсаулығымызға қарай осындай шайлардың түрін ішуге тура келеді. Келесі шкафты көрсетейін деп жатырмын. Мынау ненің үстіндегі, мына жерде мына буш тұр ғой, буштың үстінде жаңағы, оны мен кешегі видеода да көрсеткенмін, артық біздің жазда су ішетін және қыс кезінде термостарымыз, шай, не болмаса тамақ салып алатын, және сонымен бірге қолданатын техникаларымыздың артық чашкалары тұрады бұл жерде. Техникалардың чашкалары. Сондықтан бұның және документтері, инструкциялары, инструкцияларды негізінде алып тастауға болады, қазір интернеттен табуға болады. Бұны көп топталмай-ақ қояйын. Енді пештен кейінгі шкафқа, шкафтың ішінде не бар, соған көңіл бөлейік. Жаңа мен айтып кеттім, жоғарғы полкада, жоғарғы полканың ішін бұлай болып тұр. Мұнда жаңағы жеке-жеке тоқталатын болсақ, мына жерде тұз, сұйық май, күнделікті тағамға қажет, бұл екеуі осы жерде тұрады. Одан кейін мына арт жағындағы тұрған коробкалардың барлығындағы жаңағы кісі келгенде қолданатын ыдыстар. Мыналар 12-12-ден 24 қасық, 24 қасық. Мына жерде тағы да кішірек вазочкалар. Мынау малиновое лето деген шайнек. Мына жерде тарелкалар, аққұман. Сосын мынау үлкен коробкада тұрған алма салатын ваза. Мына жерде салаттар салатын жаңағы тарелкалар жүрек болып жасалған. Бұл бірінші неміз, полкамыз, үстіңгі жағы. Ал енді астыңғы жағын қараңыздар. Мұнда тоже жаңағы тарелкалар тұрады, кеселер тұрады. Және ана жерде бір темір шайнек бар. Мына жерде бір қасық. Сосын мына жерде баланың тамағын істейтін кастрөлдер, цептер кастрөлдер. Бұлар жаңа баланың картошкасын қайнатамыз, балаға, парға жаңағындай тамақтарын қайнатуға, сәбіз, картошкаларды парға істейміз, баланың тамағын істейтін кастрөлдер. Дуршлагымен және екі кастрөл. Ал мына ыдыстарды жаңағы біз қазақтарымыз қонақты көп шақырамыз, жаңағы жапондар сияқты, орыстар сияқты минимализмді жақсы көргенмен оны ұстай алмаймыз. Сондықтан ыдысты да қайда қоясың? Шкафқа қоймағанда. Осы шкафқа жаңағы ұстамайтын тарелкалар мен кеселерді қоямыз. Бұларды тек қана кісі келгенде ғана ұстап, қалған уақытта бұл жерде жаңағы ыдыстар қозғалмайды. Міне бір шкафымыз осы. Нені көрсетейін.
шынайы қандай екенін көрсетейін енді. Алдамай сіздерді. Міне, бұл шкафта, алыстан көрсетсем, бұл да 2 полкадан ғой. Соның біріншісінде, мына жерде ең бұрышында дрожь, мінекей мынандай жерге салып қойғанмын. Міне қарап отырсаңыздар, бұның ішінде дрожь, күнделікті қажет, ванильный сахар дейді. Өйткені келін әртүрлі жаңағы нәрселерді пісіреді. Қонақ келген кезде әрине соған қажетті нәрселер. Тағы чили дейді, базилик дейді, лавровый лист. Одан кейін тағы пудра сахарная дейді. Осындай нәрселерді осылай мен жинақтап осылай салып қоямыз. Бұл шетінде тұрады. Одан кейін нан сода бізге керек. Сосын мына жерде какао ұнтағы ашылмаған екен бұл. Мына жерде тұрсын. Сосын мынадай тұз болғанда бұл анандай лотос тұз бар ғой, сондай салатқа салатын. Қара бұрыш, ішінде салатта қара бұрыш, таза домалақ бұрыштарды саламыз, және өзі ана жерде майдалайды. Одан кейін мынау сухой чеснок дейді. Бұл да өткенде тауықты мариновать етуге керек болып соны алған. Крахмал кукурузный, осының барлығы қызыл бұрыш майда. Одан кейін ұнтақталған қызыл бұрыш дәнімен мына банкада тұрған. Осындай заттың барлығы керек қой, үй болғасын, қазақ болғасын. Мына жерде масала деген бар. Масала дегенде тамаққа, тағамға қосса өте дәмді. Одан кейін менің куркумам ар жақ бутылкада, бергісі кориандр. Бұны да нан пісіргенде, басқа да печеный нәрселерді пісіргенде осы кориандрды қолданамыз. Одан кейін мына бұрышта мен салаттарды үстінен құятын рафинатталмаған май, бұл да пайдалы. Сосын салаттарға қосымша қосатын смесь для салатов дейді. Бұл жерде жаңағы десерт, выпечка, йогурт, смузиларға қосады. Чия амарант мынаның ішінде. Өте пайдалы. Амарант деген адамның жасын ұзартатын жақсы зеленый гречка бар ішінде. Одан кейін мынауда кәдімгі салатты жасап аласың. Сосын кейін барып салатты жасап біткеннен кейін бетіне осы дәндерді себеді. Кейбіреулер кунжут сеуіп атады, шемішкенің дәндерін себеді. Сол сияқты ғой, мына бәрі жүп-жұмсақ, өте дәмді және дәмде жақсы. Мына жерде кедровый орешкелер бар екен арасында. С кедровыми орешками дейді. Шемішкенің дәндері бар. Сондай андай адамға қатты, жаңағыдай қатты емес, тіске бәріне жақсы сондай. Одан кейін күнжут барлықтарыңыз білесіздер. Күнжутты печеньелер, торт пісірсе де салаттың да бетіне қосуға болады. Міне осындай заттар енді үйде болады. Қалай сен азайтамын деп тырысқаныңмен де бұндай заттар болады. Одан кейін ана жерде лённың дәнін анда-санда жаңағы мен қасықпен шайнап жүремін таңертеңгі аш қарында. Одан кейін эвкалипт шайы. Бұл да бізге анда-санда ішуге қажетті нәрселер. Мына бір кішкене баночкада барбарис дәні палау жасағанда 4-5 штук салып жібереміз. Одан кейін тіс шыққыш. Бұл да енді үйдегі қажетті нәрселер. Осылар. Ал енді жоғары шкафты полкасын осылай көрсетіп айтып жіберейін. Ана шеткі жердегі 2 бутылка, анау ашылмаған нан сода. Одан кейін 2 банкада яблочный уксус өзім жасағым. Сосын спирт тұр. Сосын уксус 7%, 9% уксус екеуі тұр. Ал мына аяқ бұрышында жаңағы түймедақ шетінде тұрған. Одан кейін шиповник. Тағы да бір анау супер дегенде жаңағы тоже бақ-бақтың гүлі кептірілген. Сосын мята. Осындай ар жағында да шөптер тұр кептірілген. Міне бұларсыз біз енді неғыла алмаймыз. Қолданатын нәрсені енді қоямыз солай. Осымен осы астыңғы үстіңгі шкаф тағы да бітті. Келесі шкаф, мынау бұрыштағы шкаф. 3 бұрыш болып келген іші. Мұның ішінде енді жаңағы фужерлар, стакандар, стакан болғанда сусын құятын фужерлар. Оларда енді біреуінде 6 болғанда есептей беріңіз. Ар жағынан бір 20 шақты керек қой. Сондықтан бірнеше коробка. Одан кейін мына жерде калин деп тұрған кавен дегенде жаңағы бұл жерде де тарелкалар. Енді мына жоғары жағында конфетницалар, сок құятын, Ташкент шай жасайтын арнайы ақман, салфетка салғыш, сондай заттар тұр. Жиі пайдаланбайтын, анда-санда пайдаланатын заттар бұның ішінде.
Қазір көрейік. Мына жерде біз қасықтарды артық қасық болмайды. 4 адамға 4 қасық суп ішетін, 4 вилка салат жейтін. Кішкене қызымыздың вилкасы. Одан кейін 4 қасық, кішкентай қасық. Оны да вилкалардың қасына қоямыз. Бұл да кішкене қызымыздікі, біздікі. Бұдан артық қасық бұл жерде тұрмайды, өйткені кісі күтетін қасықтар, олар коробкада, оны мына көрдіңіздер. Ал енді мына жерде күнделікті тамақ істейтін пышақтар, 4 пышақ, ет турайтын, капуста турайтын, нан турайтын деген сияқты. Одан кейін мынадай нелер, құралдар керек болады. Ет жегенде етті салып беретін тарелкаларға. Мынау көбік алғыш кішкентай. И мынау араластырғыш. Бұларсыз тағы да үй болмайды ғой. Ана жерде чеснокодавка, сосын ашқыш. Мына кішкентай ожау. Ана жерде терка жатыр. Осылай тұрады. Бұл қасықтарды салғыш. Егер қасық көп болатын болса адам басынан, онда жаңағы жуатын ыдыста көбейіп кетеді, шашылып кетеді. Сондықтан жаңағы адам басынан қанша артықтарының барлығын жинап біз металломға жібереміз дедік. Ол металломға жаңағы ыңғайы келмесе, онда мусорға тастаймыз. Әркім өзінің қасығымен ғана қолданады. Жоғары жақта күнделікті қолданысқа жаңағы жарайтын ыдыстар, әртүрлі араластыратын күнде енді тамақ ішкенде салат жасаймыз, ет тураймыз, шұға тураймыз деген секілді. Мына жерде елеуіш, нан аштық, қолдан пісіреміз біз нанды. Сондықтан елеуіш ол біздің үйдің бірінші жаңағы ыдысы, мынау воронка екеуі. Сондықтан бұлар оңай жерде осылай тұрады. Енді мынау шкафтың оң жағында мынандай 2 полочка бар. Бұл полочкада мына жерде күнделікті біздің балаға беретін жаңағы тамшылар, витаминдер, мына жерде В6, В12, сосын тағы да омега-3 деген сияқты, кальций деген сияқты витаминдер, бұлар көзге көрініп тұрады, күнделікті қолданатын болғандықтан. Жоғары жағында ештеңе жоқ, анау не апельсин, мандариновое дерево, қасындағы тұрған свечи. Кейіннен болған өзгерістер, бұлар мынау әрбір жаңағы тағамдардың аттары, мынау ыдыстарына жазылды. Жүгері ұнтағы, күріш ұнтағы, чечевица, нут деп, осылай әрқайсына гречка ар жағында тұр. Осылай аттары, манная крупа солай жазылды. Мына шкафта да солай жаңағы кориандр, куркума, барбарис, құрғақ чеснок. Міне осылай етіп барлық заттардың атаулары жазылып қойылды. Болған өзгерістеріміз.